Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер. Бүгін біз сіздермен Мақтаарал ауданы нөмір 35-ші болашақ жалпы орта мектебінде өткен семинардан үзінді көрсететін боламыз. Бұл семинардың негізгі тақырыбы оқытудың тиімді әдіс-тәсілдері арқылы оқушылардың функционалдық сауаттылығын арттыру. Семинар өте жоғары деңгейде ұйымдастырылған. Мектепке кіргеннен-ақ мектептің безендірілуі, ондағы қойылған әрбір заттың бір-бірімен өте үйлесім тауып тұрғандығын байқадым. Және де қол өнер көрмесі өте керемет. Яғни бұл мектепте өнерлі, қол өнерге икемі бар ұстаздар мен шәкірттердің бар екендігінің дәлелі. Осындай керемет көрмені тамашаладық. Одан соң мектеп фойесінде көрсетілген табиғатты безендіруі маған өте қатты ұнады. Осылай табиғатты керемет суреттеп безендіріп қойған. Одан ары өте берсеңіздер, ғарыш әлемін, ондағы планеталар, жалпы ғарыш әлемінен сыр шертетін осындай құпияға толы керемет безендіруді көрдім. Одан ары мынау алып бәйтерек те адамға философиялық ой береді. Мектепке кіре беріс жерде музыка пәнінің мұғалімінің басшылығымен керемет күймен қарсы алып, көңіл күйімізді көтерді. Тамаша, керемет, жарайсың. Ал енді болар, бір таңбалы сандар атады тек шығады, бір таңбалы сандарға қандай сандар жатады? Айын бол. Bir tane sandalye 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 деген сандар қойған. Керемет, тамаша, жарайсың. Ал енді болар, 7 қазына деген сөйлемде бұл жерде сан есімнің қай түрі кездеседі? 7 қазына. 7 дара сан есім. Керемет, тамаша. Жігітке 7 өнерде аз деген мақалдар бұл жерде. Керемет, тамаша. Мен 2-ші сыныпта оқимын айтасың. Ендешті сұрақ, 2-ші деген сан есімге қандай сұрақ қойған? Керемет, тамаша, жарайсың. Ал енді менің қолымда заттарға қой жүгітеміз балар. Менің қолымда қандай сан екенін ажыратамыз. Менің қолымдағы қандай сандар болды? Бұл қандай сан? Жарайсың, керемет бақ берген. Толық болды. Келесі қандай сан? Керемет, тамаша, жарайсың бала. Келесі кеттік бала. Менің қолымда ненің суреті бар? Керемет, 9 балық. Ендеше 9 балық бұл жердегі сан есім. Керемет, жарайсың балам. Келесі біздегі сурет. Алады, балапа. Келесі, ненің суреті? Керемет, жарайсың қызым, тамаша. Келесі менің қолымда сурет, ненің сурет балапа? Керемет, жарайсың. Тамаша бала. Міне балар біз өткен сабақта мен шолу арқылы не істедік? Шолу жасадық. Енді біз өткен сабақта пысықтау барысында балар бізге қонаққа ақылды күн берген болады. Ендеше ақылды күннің тапсырмасын орындайық балар. Өткен сабақта біз қандай тақырыппен танысқан едік? Ендеше дара сан есімі, күрделі сан есімге тоқталуымыз сөйлем құрастырағыздағы жылдамдық балар.
Tamamlasak ne beremiz? Belgi, eli, keremет тамаша. Жақсы. Екі ашық бұл жерде екі күндері санесі. Керемет, жарайды. 9 дәрі. Бұл жерде 9 дәрі санесі. Елбегі топ бұл жерде 22 күндері санесі. 7 топ бұл жерде 7 дәрі санесі. Тарайсың. Тамаша, керемет. Жаймен тамаша. Келесі қайсы топ бол? Өсімдік тобы келе ғой. Жылдам тартамыз қыздар. 1, 2, 3, 34 ағаш. Бұл жерде күндері санесі 34. Тамаша, керемет. Жылдам тартамыз. 12 бұл жерде 12 күндері санесі. Жарайсың, керемет қызым. Тамаша. Жылдам қиымдай. 5 бапта бұл жерде 5 дәрі санесі. Керемет, жарайсың. Тамаша. 9 құмыра бұл жерде 9 дәрі санесі. Керемет, жарайсың. Келесі бізде аңдар тобы. Аңдар тобы. Жарайсың. Тез сұратып қойдың қызым. 42 ана бұл жерде 42 күндері санесі. Керемет, жарайсың. Ендеше бүгінгі біздің өтетін сабағымыз сан есімдерді қайталау. Ал енді бұны есімге түсірейікші. Сан есім дегеніміз не? Абай, санның сұрақтар қанша, неше, нешінші? Керемет, дара сан есім неше сөзден құралады? Абай, сөзден құралады. Мысалы келтіреміз. Мысалы, 4 ағаш, 4 дара сан есім. Керемет, күрделі сан есім неше сөзден құралады? Фариза, күрделі сан есім. 24 бұл жерде 24 күрделі сан есім. Керемет, күрделі сан есім неше сөзден құралады? Кәдімгі жалғастырып Абай, сөзден құралады. Екі немесе отағады. Керемет, жарайсыңдар. Ендеше балалар, біз бүгін жаңа сабағымызды банкомат әдісі арқылы ашатын боламыз. Балалар, сендердің аналарың, сендердің әкелерің жалақыны қайдан көріп алады? Банкоматта. Ендеше менің алдымда банкомат картасы беріледі балалар. Банкоматта сыйақыларымыз бар. Банкоматтың арқасында, карта маркасында сұрақтар беріледі. Сұрақтарға жауап береміз. Ал қанекей. Қалғанымыз бөлініп отырайық балалар. Күрделі санесі неше сөзден құралады? Күрделі санесі 2 немесе одан да көп сөзден құралады. Мысалы береміз. Мысалы, 42 тақта. Бұл жерде 42 күрделі санесі. Керемет, сыйақымызды алып кете беріңіз. Сан есім дегеніміз не? Заттың санын ретін білдіретін сөздерді сан есім дейміз. Оның сұрақтары қанша, неше, нешінші? Дара сан есім неше сөзден құралады? Дара сан есім бір сөзден құралады. Мысалы, 7 бұл жерде 7 дара сан есім. Керемет, сыйақымызды алып кете беріңіз. Банкоматқа барамыз, қолымызды телеміз, сұрағымызды оқимыз. 1 сағатта неше минут бар? 1 сағатта 60 минут бар. 60 дара сан есім. Керемет, жарайсың, сыйақымызды алып кете беріңіз. 1 ғасырда неше жыл бар? 1 ғасырда 100 жыл бар. 100 қандай сан есім? Дара сан Дара дейміз. сан есім. Керемет, жарайсың, баласы. Bir ayda неше күн бар? Bir ayda 30 дара санесі, 31 күрделі санесі. Ой, қандай кереметсің. Сіздің сыйақыңызды әлиге беретін ол келесі жол жақсылап дайындап келеміз бала, поня? Келе ғой Әли. Әли келіп сыйақыңды алып кете ғой бала. Кел дағы. Келесі жол жақсылап дайындап келеміз. Ал енді тапсырмаға тағы шығамыздан кім шығады? Бекнұрдан келе ғой. Дамықтан кім шығады? Аяқ. Bir haftada 7 gün var. 7 dara sanesi. Тамаша, керемет, сыйақыңды алып кете беріңіз. Bir tavukta неше сағат бар? Bir tavukta 24 сағат бар. Жарайсың, керемет, сыйақыңды алып кетіңіз. Қандай тамаша. Ал енді балалар. Тамаша, міне балалар, біз сендермен бірге деп отырып, бүгін жаңа сабағымызды ашқалы. Банкомат әдісі арқылы алған сыйақыларымыз құтты болсын. Ал енді балалар, қазір біз денемізді сергітіп, қолымызды көтеріп, серіктік саусақтың ұшымен жылдамдатамыз.
азат жолды, екінші топ екінші азат жолды, үшінші тапсырмасын оқисыздар. Алып кетіп қалайда. 49-cu Mart'ta hayvanatlar barda sarı buğ және қызыл түсті топ бар. Sarı түсті топтардың саны көк түстілермен бірге, ал көк түстілердің саны қызыл түстілермен. Егер қызыл түсті тотығыз үшеу болса, hayvanатlar бағында барлығы неше тотығыз бар? Тамаша, керемет, үшінші топ Жас тапсырмасы. замесінің астынсыз. Керемет, ендеше менің сұрағым болады. Біздің бүгінгі мәтінге көз жеткіземіз. Алайда саусағымызда барамыз балапандар. Бұл жерде бізде қызыл тоқтығыстың саны неше екен? 3. Жарайсыңдар. Ендеше келесі сұрақ. Қызыл тоқтығыс қайсы тоқтығыспен бірдей? Ендеше көктің түсі қандай болады? 3 болады. Қанша болады? 3 болады. Көк түс қай тоқтығыспен бірдей? Ендеше сары тотығыз 3 болатын болса, ойланамыз. Біздің хайуанаттар бағында қанша тотығыз керемет жарайсын Алинұр. 9 дара санасын. Тақтаға шығып үнді жазады. Дәптеріңізді ашамыз балар. Тез-тезден хайуанаттар бағында сонымен қанша тотығыз болды? Хайуанаттар. Сөйлемді бастаймыз. Хайуанаттар бағында ал қалғанымыз бестеміз дәптерімізді ашып жұмыс жасаймыз. Қалақандан ашамыз. Қалақанды қолға ұстаймыз. Бұның авторымен, бұның өмірбаянымен танысқан толықта білесіздер. Қазір мен сіздерге қатысына қосымша сурет беріп отырмын. Сол суретті қатыстырып, сөйлем қарастырасыздар. Сол сөйлемнің ішінде санасын кездесу керек. Кесіп балапандар, сондықтан да қолдарыңызға берген тапсырмаға қарап, көз боламызда көздерін салыңыздар, қолдарыңызда қандай сурет бар. Біздің топтың аты Аңдар тобы. Мен саяхат жетекшісі Ахмет Үнжу. Біздің көшеміздің аты Ыбырай Алтынсарин. Ыбырай Алтынсарин ағартушы педагог, жазушы. Қазіргі Қостанай облысының Алтынсарин ауылында туып өскен, балаларға арнап мектеп ашқан, оқулық жазған. Ол кісі 1841 жылы дүниеге келіп, 1889 жылы дүниеден өткен кісі. Біздің көшеміздің бойында бір балаларға білім беретін мектеп және 5 көкөністер мен жемістер дүкені бар. Бір 5 және 5 мол дара санасын. Дұрыс айтасың, сенің қолындағы суреттен санасын, дара санасын. Керемет жарайсың. Біздің топтың аты Құстар тобы. Мен саяхат жетекшісі Мұсақұл Жания. Біздің көшеміздің аты Абай Құнанбаев. Абай Құнанбаев ұлы ақын, қазіргі Абай облысының Шыңғыстау жерінде дүниеге келген. Ақынның өлеңдері мен қара сөздері дүние жүзінің көптеген тілінде жарық көрді. Абай Құнанбаев 1845 жылы дүниеге келіп, 1904 жылы дүниеден өткен кісі. Біздің көшеміздің бойында Абай атамыз атындағы бір музей және 3 дәмхана бар. 1-3 дара санасын. Тамаша, керемет. Біздің топтың аты өсімдіктер тобы. Мен топ жетекші Анарбек Аяру. Біздің көшеміздің аты Шоқан Уәлиханов, халық ауыз әдебиетінің үлгілерін жинаушы, ғалым, саяхатшы. Біздің көшеміздің бойында 2 балабақша, 1 халық банкомат бар, 1-2 дара санасын. Керемет жарайсыздар. Біздің топ жетекшілерінің тапсырмалары керемет орындалды. Жайымызға жайғасамыз балар. Ал кеттік келесі біздің кезекте. Балар миллионер болғым келеді деген тесттік жұмыс болады. Қалпақтарын қалдарыңыз қабара берсіңіздер. Алдарыңызға қойсаңыздар, жазып тастаңыздар. Алдына қойыңыздар. Ендігі біздің тапсырмамыз бүгін Алқанеки болып бой жүгіртейік. Келешекте кім миллионер болғысы келеді? Аңдар тобы, қандай тамаша керемет. Құстар тобы, тамаша керемет. Өсімдіктер тобы. Ендеше тақтада тест беріледі. Алқанеки тестке жауап береміз. Мұқият сен саламыз. Соңында Г әдеп тамаша керемет. Келесі біздегі тапсырманы ашамыз. Келесі біздегі тапсырма. Сұрақты оқиын балапандар. А. Итмұрын, Б. Маса, В. 82, Г. Дәптер. Қандай санасын? Ой, тамаша, керемет. Келесі тест ашамыз балапандар. Мұқият сен саламыз. Мен оқимын. Құрамында сан есімі бар, сөздерді тап дейді. Бұл жерде А. Мен
мұқият зейін саламыз бала. Бірінші А келді, қос, Б ендеше Айманды ортаға шақырайық. Қалағанымызды Айман келе ғой жаным. Біздің Айман қызымыз не істейді? Орманда самаралдылық келуге шығады. Ал әр топтық жұмыс беріледі. Сіздерге қазір әр топтық жұмыс беріледі. Біле берем. Самаралдылықты көтере салыңызшы. Менің Айман қызыма самаралдылық беруге көмекке шығамыз қыздар. Ал енді санаулық теру үшін сіздерге бала әр топқа тапсырма беріледі. Яғни бізде бала Айман тақтаға көз жүгіртеміз. Мұқият зейін саламыз. Бұл жерде жаңағы өздерін көріп отырғандай, ұлы санаулықтың түсі қандай? Қызыл! Жарайсыңдар. Енді бізге жеуге болатын санаулықтың түсі қандай? Жарайсыңдар. Ендеше оқулыққа көз жүгіртеміз, баланың саусағымызда қалдырмыз. Айман қай жолмен жүріп тапсырманы орындай береміз. Ал сіздерге сіз қарауларыңызды тере бересіз. Сендерге тапсырма топтық жұмыс, яғни мына жерде көрсетілгендей балаларға тапсырма жүргізейік. Сізге себет таратылатын болады. Себетке бара жүрмек, күрделі санесіндерді не істейміз? Ажыратып, санаулықтарды келетіп боламыз. Топтық жұмыс жақындамыздар. Сіздерге топтық жұмысты Керемет, тамаша. Көрсетеміз. Келесі оқимыз. Дара санесі 6-9-100. Күрделі санесі 49, 41, 93, 36. Балапандар. Көрсетеміз. Міне қандай керемет біздің Айман қызымызға санаулықты теруге жәрдем бере алдық па балалар? Бәріміз бірлесе отырып қояп болдың ба? Қандай тамаша балалар, мына біздің Ерқанат балапанымыздың Айманның жүріп өтетін саңғолақ беретін жолын қойған ұнады ма сендерге? Жарайсың, керемет балапаным, қандай тамаша. Міне балалар, бүгін біз бәріміз бірлесе отырып Айманға не істедік? Саңғолақ берісуге көмектестік. Жарайсыңдар балапандар. Маған тапсырып кетеміз. Міне құрметті көрермендер, осындай керемет семинарға барып, ол жердегі Гүлмира апайымыздың және де басқа әріптестеріміздің үздік сабақтарына қатысып, жақсы тәжірибе алмасып қайттық. Бұндай семинарлар жас мамандарға өте қажет деп ойлаймын. Семинарды ұйымдастырушыларға алғысым шексіз, және де сіздердің назар қойып тыңдағандарыңыз үшін рахмет.